Амансыздар ма, қымбатты оқырмандар, көрермендер, Астана Лайв каналында кезекті сұхбат. Бүгін бізде қонақта дәл қазіргі таңда бүгінгі күні ең актуалды тақырыптардың бірін талқылау үшін профориентолог Жасұлан Бостандықұлын шақырдық. Қош келдіңіз, Жасұлан мырза. Қош көрдік. Қазір ата-аналарда да, мектеп бітірген түлектерде де нағыз қарбалас уақыт десек болады. Өйткені жоғары оқу орындарына грантқа түсу, оқуға түсу, осындай Астана, Алматы, жалпы кез келген облыс орталығында қарбалас. Яғни облыс орталығында емес, қазір біздің Қазақстан бүкіл университетте кезектен кезек кәдімгідей таңда барған ата-аналар кешке бірақ кіріп өтініштерін беріп жатыр. Себебі бізде қазір республика бойынша 13 және 20 шілде аралығына мемлекеттік грант конкурсына өтінім қабылдау жүріп жатыр. Бұйырса өзінің сүйген мамандығына грантқа түссем деген талапкерлердің ниеті қарасы қалың, былай айтқан кезде. Себебі және де жыл сайын оқушы саны көбейіп бара жатыр, былай қарасаң, және де грант саны да қысқарып жатыр. Сондықтан әрине жанталас міндетті түрде болады бұл уақытта. Бұл қалыпты жағдай дейміз. Қалыпты жағдай, бәрі грантта оқығысы келеді, бәрі стипендия алғысы келеді деген дүние. Енді грантта оқығымыз келетіні рас. Бізде кезінде гранттың алғашқы түлектері болдық, алғашқы студенттері болдық. Қазіргі таңда ең басты мәселе сіздің профориентолог ретінде грантқа түсу маңызды ма, жоқ әлде өзіңнің сүйікті мамандығыңды оқып шығу маңызды ма? Енді мен әрқашанда айтамыз, оқушыларға кездескен кезде, грант үшін өзіңнің сүйген мамандығына бас тартпа. Тек қана бізде қазір бір ғана гранттың түрі емес, одан да бөлек гранттың түрлері көп. Егер де сен өз мамандығыңды сүйетін болсаң, сол үшін әрине соңына дейін күресу керек, былай айтқан кезде. Бірақ біздің істейді, ондай соңына дейін күрескісі келмейді. Грант балым неге жетті, соған түссем болды деген сияқты. Демек, әлі көпшіліктің ойында бастысы грантқа түссем деген бірінші орында. Одан бөлек енді ол грантқа түссемнен бұрын біздегі қоғамдағы менталитет қой, мысалы. Анам баласы грантқа түспей қалыпты деген сөзді естігеннен гөрі грантқа түсу. Маған да оқушылар келіп жатады, мысалы, былай дейді, әйтеу грантқа түсіп алайықшы, туғандарға грантқа түсі деп айтамыз, сосын бас тарттық деп өзіміз ақыл оқуға кетеміз деген сияқты түсініктер де бар, мысалы. Сондықтан да бұл нәрсе әлі қоғамда менталитеті қалып тұр да. Грант ұтпадың ба, сен бір не успешный адамсың, көштен қалған сияқты деген дүние бар да. Бірақ біз оқыған кезде әрқашан айтамыз, адам сүйген мамандық үшін күресу керек. Және де бізде неге олай грантқа келіп тіреліп қалады? Себебі бала 11 сыныпқа келген кезде ғана барып мамандық туралы ойлай бастайды. Оған дейін ойламайды, оған дейін жүреді. 11 сыныпқа келіп, ұбт тапсырдың университетке түсесің деген кезде ғана ойлап не қылады, дайындалады, сөйтеді, жинаған балым грантқа түссем болды дейді. Ешкім енді бар шығар, бірақ басым көпшілігі мақсатты түрде ұбт-ға осы мамандыққа түсем деп дайындалып, грантқа келе бермейді. Ең бірінші қателігіміз осы ғой, демек біздің. Тек қана тақалған кезде көп жағдайда солай грант үшін енді өз сүймеген мамандыққа барып жатады. Енді тірелген кезде 11 сыныпта ғана мамандық таңдауды қолға алып, ата-ана да, бала да абдырап қалмас үшін өзіңнің болашақ сүйікті мамандығыңды таңдауды неше жаста, нешінші сыныптан бастау керек. Өйткені бала кішкентай, ең бірінші жауапкершілік ата-анада әрине. Ең бірінші айтатынымыз, енді баланың әр бала әртүрлі ғой, мысалы. Негізі көп жерде айтамыз, біз ерте жастан бастаған әрине жақсы. Егер 5-ші сыныптан бастайтын болса, әрине бізде мынау 6-шы сыныпты бітіргеннен кейін арнаулы мектептер бар, мамандандырылған мектептер бар, дарын мектептер бар деген сияқты, және соларға бағыттауға болады, мысалы. Кейде 9-шы сыныпта, 10-шы сыныпта келіп ата-ана айтады, қап сол кезде неге бергенінде бұлай болмас еді деген сияқты. Яғни бала неғұрлым ертерек өзін танып, өзін іздей бастайды, соғұрлым жетістікке жету жолы жеңілірек болады, айтқан кезде. Бірақ әртүрлі бала бар, кей балдар келеді, мысалы 7-ші сыныптан да келіп отырады, 8-ші сыныптағы балдармен жұмыс жасаймыз. Ол балдарда әлі күнге дейін мамандық туралы, жұмыс туралы ойлар қалыптаспаған. Сіз қанша жерден айтқанымен де, оң құлағынан кіріп, сол құлағынан шығып кетіп жататын жағдайлар болады, мысалы. Сол кезде түсінесіз, бәлкім 9-ші сыныптан барып бастау керек па деген сияқты, мысалы, кейде. Енді сондықтан да ол баланың даму деңгейіне байланысты, жауапкершілікті алуына байланысты бөліп қарастыруға. Бірақ әйтсе де, неғұрлым ерте жастан бізде андай ғой, әрбір баланы бір жеке жоба ретінде алып қарау керек тағыны. Сол баланың сәтті
дұрыс маман болып қалыптасуына әрекет жасау керек. Бізде енді мен айтамын өзімде мынау жас ғалым ретінде мен адами капитал сапасын зерттеймін. Бізде енді бүгінгі таңда конституциямызда көрсетілді ғой, адами капитал, білім, ғылым мемлекеттің негізгі қағидасы деп мысалы. Яғни бүгінгі таңда инвестицияның барлығы пайдалы қазба байлықтарға емес, жер астына емес, адамға құйылып жатыр былай айтқан кезде. Яғни неғұрлым мықты маман, өз ісін сүйген маман болады, соғұрлым елдегі адами капитал сапасы өседі. Яғни оның экономика қайтарымы көбейеді деген сияқты мысалы. Сондықтан да біз неғұрлым бала мықты маман болуға ықпал жасаймыз, ол тек қана өзіне ғана емес, мемлекетке, елге, қоғамға пайда әкеле алатын адам болады және елдегі бұл экономиканы өсіретін бірден бір күш деп айтуға болады мысалы. Жасұлан мырза, соңғы кезде мынандай зерттеулер бар ғой, қазіргі жастардың арасында 17 жастан кейін де, тіпті жаңа 9 сынып бітіргеннен кейін де жоғары оқу орнын оқу маңызды емес, диплом маңызды емес. Дәл қазір бүгін ақша табу маңызды. Көбісі жаңағы қызмет көрсету саласына кетіп жатыр, немесе 1-2-3 айлық курстар оқып, басқа да жұмыс түрлерін ақша табу маңызды бірінші рөлге енді. Демек, елде білімді, мықты инженерлер, жаңа ғалымдар тобы азайып бара жатыр деген пікірлер де бар. Бұған қалай қарайсыз? Жоқ, енді бұл жерде мынандай сұрақ қой, сіздің көп қоятыны, диплом маңызды емес, диплом керек те емес, бүгінгі таңда деген сияқты көп ақша табу маңызды болып тұр. Мысалы, яғни қысқа ғана курс оқып, мен айтатын оқушыларға 4 жыл берген, қазір 3 жылдық ауысып жатыр университет, 3 жыл 4 жыл берген университеттің академиялық білімін ешқандай курс, ешқандай мектеп бере алмайды айтқан кезде. Мен айтамын, кейде университет оқыған бала мен оқымаған баланың да өзінің ұстауында, не дейміз жаңағы қарым-қатынасында, көзқарасында жер мен көктей айырмашылық бар мысалы. Я ол университетке түссін, бір не дейміз жарытып қатты күшті білім алмасын, бірақ ол дұрыс орта табады, дұрыс орта арқылы өзін тәрбиелейді айтқан кезде. Енді бұл жағдайда бүгінгі таңда көп қой, қысқа мерзімді курс оқып ал, бұл не дейміз ұзақты ойламағанның әсері мысалы. Бүгінгі таңда біз мен көп жағдайда айтады ғалымдар сұранысты 3-ке бөліп жатады, яғни қоғамдық сұраныс, нарықтық сұраныс және болмыстық сұраныс деп жатады. Мысалы, бұл қоғамдық сұранысқа. Яғни бүгінгі таңда қоғамға кім керек? Мобиловтар керек айтқан кезде. Мысалы, бәрі курс оқып, бәрі курьерлар керек. Курьерлар керек, бірақ бұл сенің алдағы 5-6 жылдан кейін дәл осылай жұмыс жасап жүруіңе ешқандай кепілдік берілмейді ғой мысалы. Бұл трендте түседі, бір күні басқа тренд пайда болуы мүмкін деген сияқты. Сондықтан да қысқа мерзімді курстан қарағанда міндетті түрде академиялық білім алу маңызды. Әрине ол 5 саусақ бірдей емес, бізде барлығы ғалым болып кетпейді, барлығы жаңағы дәрігер болып кетпейді деген сияқты. Оның арасында да шығады, қарапайым жұмысшылар да шығады, дәрігерлер де шығады деген сияқты. Бұл әр уақытта қоғамның сұранысына байланысты өзгеріп отыратын құбылыс. Бұл енді бір дабыл қағарлықтай дүние емес, әйтсе әр кезеңді ол бала көріп өту керек деп ойлаймын. Енді сізге маман ретінде көп кеңес сұрап хабарласатын ата-аналар, түлектер көп шығар. Біздің осы елімізде оқу бітірген түлектердің көбісі үлкен қалаларға, бастысы Алматы мен Астанадағы жоғары оқу орындарының грантына ие болғысы келеді. Облыс орталықтарына қаншалықты бөлінеді? Кейде облыс орталығындағы бір мамандықтың гранты көп болуы мүмкін бе? Алыс, шалғай ауылда тұратындар өз облысында оқыған тиімді ме? Сіздің кеңесіңіз? Бүгінгі таңда оқушылардың барлығы Астана мен Алматы ағылып жатыр. Бірінші мәселе бұл Астана, Алматы қалаларында жақсы оқуға түс, жақсы университет оқы, бірақ сені жатақханамен қамтамасыз етуге мүмкіншілігі жетпейді көп университеттердің. Бүгінгі таңда соған сәйкес көп университеттерде шекті балл деген нәрсе енгізілді. Мысалы, сіз Астана, Алматы қаласында университет түсу үшін кемінде 80-90 баллдан жоғары жинасаңыз ғана сіз Алматыдағы, Астанадағы университет таңдай аласыз. Ал егер де одан төмен болса, яғни жергілікті өңірдегі университет таңдауға болады. Бірақ сіз мынау айтамыз ғой, енді мынау біз үлкен қалада алған білімді де сіз өңірде де ала аласыз. Бүгінгі таңда елімізде 40-қа жуық шетелдік университеттен филиалдары ашылды. Сіз жай ғана мысалы Жұбанов университетінде оқып, сіз британдық диплом алып шығасыз мысалы, Петропавлда оқып мысалы, жаңағы нені алып шығасыз, американдық дипломды алып шығасыз деген сияқты. Қазір гранттың түрлері көп мысалы. Көбісі мен енді кеңес беріп жатқан кезде, ой жоқ, біз ол жаққа бармаймыз деген сияқты не айтып. Көп жағдайда сенің мынау үлкен қалада алатын біліміңнен ол жақтағы алатын білімің одан да сапалы болуы мүмкін мысалы. Сингапурдың филиалдары бар. Сингапурдың филиалы мысалы Қорқыт, бізде Қызылордада Кореялық университеттің филиалы бар деген сияқты. Сондықтан да бүгінгі таңда өңірлердегі университеттермен үлкен қаладағы университеттен деңгейі теңесті.
бірдей деп айтсақ болады. Одан қала берді бұл жерде өмір сүру сапасы, яғни сіз Астана Алматы қаласында университет оқуыңыз мүмкін, және сіздің шығыныңыз да көп болады Әрине. Жатақхана бір мәселе, одан бөлек сіздің жүріс тұрысыңызға көп шығын кетеді. Ал сіз кішігірім жаңағы облыс орталықтан да оқитын болсаңыз, әрине сіздің шығыныңыз аз, жатақханамен қамтамасыз етілесіз бір шетінен, и былай айтқанда екі есе ұтасыз деп айтуға болады мысалы. Мемлекеттік гранттардан бөлек бүгінгі тақырыпқа ойыссақ, қазір университеттердің бөлек гранты бар, ректордың гранты деген бар, иә? Жаңа сіз айтып отырған шетелдік университеттердің филиалының гранттары бар. Бұл туралы ақпараттарды оқушылар, ата-аналар жыл бұрын қайдан іздесе болады, кімнен сұраса болады? Мектептегі профориентологтарда барлық ақпараттар бар ма? Біздің енді шалғай ауылдарда профориентолог деген маман жоқ та шығар, иә, мектепте? Енді жалпы министрліктің жаңа дейміз бұйрығымен әрбір мектепте бір штат профориентолог ұғымы енгізілді. Бірақ әйтсе де біз енді осы мынау жаңа сенат жанындағы талдау мектеп жүргізген аналитикаға сүйенетін болсақ, көп мектептерде әлі күнге дейін ол профориентолог штаты ашылмаған, біріншіден. Екіншіден, ашылған күннің өзіне мен көп мектеп директорларымен, мұғалімдермен кездесіп жүреміз. Сол кезде байқайтыным, бұл профориентолог маманды бізде екінші деңгейлі жұмыс ретінде біреуге артып қойған. Яғни мектеп завучына 0,5 жаңағы 0,5 жаңағы психологқа 0,5 деген сияқты солай. Ал ол кісілер өзінің жұмысына үлгермей жүргенде әрбір баламен қалай жұмыс жасайды деген дүние. Сондықтан сондай не бар енді жаңағы не дейміз проблемалар бар көп жағдайда. Бірақ енді бөлініп жатқан енді бізде мысалы көп өзім әлеуметтік желі парақшаларына шығарып отырамын ғой, мысалы тесттер ненің барлығын, гранттардың бар, оның барлығы бізде не дейміз жалпыға қолжетімді сайттарда тұр, интернетте бар. Бізде енді жалпы барлық гранттарға жаңағы ұбт-ға жауап беретін ол біздің ұлттық тестілеу орталығы. Сол ұлттық тестілеу орталығының ішінде барлық гранттың түрлері бар. Әрине оны кіріп, іздеп, оқып, түсіну керек ол нәрсені. Жай ғана барлығы не дейміз, тайға таңба басқан тұрған жоқ. Яғни ұзын ол жерде гранттың списогі бар, бірақ оның ішінен іздеп, қажеттілерін алып, байқап көру керек негізі. Енді одан бөлек ол жерде грант, мемлекеттік гранттан бөлек деп айтып отырмыз жаңа. Бізде мынау қорлардың гранты бар, арнайы қорлар бөлетін. Одан кейін әкімдіктің гранты бар. Әкімдіктер жыл сайын бізде 2,5-3 мыңға жуық грант бөледі, мысалы, яғни түсе алмай қалғандарға. Одан бөлек арнайы мекемелердің гранты бар. Мысалы, үлкен мынау не дейміз, ұлттық деңгейдегі компаниялар өздері оқытады, жұмысқа алады, мысалы, көп жағдайда. Ондай да грант түрлері бар, мысалы. Яғни соның барлығын, одан бөлек жаңа айтқанда университетке бөлінетін нысаналы грант. Яғни ол жаңағы шетелдік университет филиалдарына арнайы нысаналы грант бөлінеді. Ол жердегі басты қажетті дүние ол ағылшын тілін жетік меңгеру. IELTS керек, немесе ішкі емтихан тапсыру міндетті. Егер де сіз содан өтсеңіз, сіз ол грант конкурсын таңдай аласыз. Одан қала берді бізде сол университеттік шетелдік университет филиалдарына бөлінген гранттарға не дейміз, бәсекелестік төмендеу болады. Себебі барлық бала ағылшын тілін тесттен өте бермейді, және де сертификаттар жоқ деген сияқты. Сондықтан да сондай дүниелерді қолданатын болса, грантқа түсу шансы арта түседі былай айтқан кезде. Сондықтан біз білмей қалыппыз, былтыр естімей қалыппыз, былтыр білмей мына университетке тапсырыппыз қап деген сәттер көп болуы мүмкін. Бір жыл оқыды студент, грантқа ие болды, бірақ өзіне ол мамандық ұнамайды. Оның армандағы маманның иесі болғысы келмейді. Ондай сізден ақыл сұрап келетіндер бола ма? Қайта тапсырсам ба? Мысалы, мен енді бір кейс айтайын. Осы өткен көктемде ғана маған бір оқушы келді. ұбт тапсырған, балын алған, жоғары балын, бірақ не дейміз жаңағы, енді бізде білесіз, медициналық және педагогикалық мамандықтарға түсу үшін арнайы емтихан тапсырды. Яғни психометрикалық және де жаңағы медицинаға не дейміз, қабілеті бар деген өзі арнайы тесттер бар. Сол тест тапсыруды ұмытып кеткен. Ол жігіт грант конкурсына барған кезде медициналық мамандық жаза алмайсыз деген. Бірақ балы 130-дың үстінде былай айтқан кезде. Сонымен еседі ол бала бараттағыны бір университетке түседі, бір мамандық таңдап, бір апта барады, бір апта барған кезде ана университет ұнамайды ол балаға. Мамандық та ұнамайды, бір аптадан кейін оқудан шығып кетеді. Өз еркімен. Сөйтіп, сол уақыт аралығында яғни бір жарты жылдай тағы дайындалады, тапсырады. Сөйтіп Назарбаев университетіне грантқа түсіп кетеді. Яғни біз мына нәрсені түсінеміз, егер мамандық ұнамай ма, сенің келмес екенін түсіндің ба, қайтадан ұбт тапсырып, бағыңды сынап көруге, немесе басқа да жолдар қарастыру ешқашан кеш емес. Кеш, әрине, сен 4 жыл бойы бір ұнамайтын мамандықты оқып, диплом алып шыққаның, 4 жыл құртқаның жақсы ма, әлде 1 жыл ғана уақыт құртып, өзің сүйген мамандыққа баруға
жақсы ма деген сияқты. Яғни сіз не дейміз біз шетелдерде gap year дейді ғой, яғни бір жыл демалыс алып сен дайындалып қайтадан өзің сүйген мамандыққа грантқа түсуге мүмкіндігің бар деген дүние. Мен де оқуға бірінші жыл түсе алмай қалып, келесі жылы сырттай бөлімге, одан кейін барып ауысып, өзімнің сүйікті мамандығымды журналистиканы алып шықтым, сол сияқты ғой, иә. Еш дәл қазір бүгін жасамасақ, ол нәрсе ертең болмайтындай, кеш болатындай, сондай ұғым қалыптасып қалады ғой, жаңағы жұрт не дейді, күледі, мектепте жақсы оқып ол ары кетсе 2 апта айтар. Ананың баласы грантқа түспей қалып 2 апта айтар. 2 аптадан кейін сен грантта оқып жатсың ба, ақылы бөлімде оқып жатсың ба, сен оқымай жүрсің ба, ешкім сені шаруасы жоқ айтқан кезде. Мысалы, сол нәрсені оқушылар түсінсе дейміз ғой былайына. Одан кейін мынандай нәрсе бар да бізде. Мына журналистика деп отырсыз ғой енді. Мысалы, көп жағдайда кейде мен осы мамандықты оқымасам, бұл маман иесі болмаймын деген түсінік бар көп жағдайда. Мысалы, енді кейде ұқсас мамандықтар болып жатады. Филологияны оқып та мысалы, соны оқып та журналистика кетіп жатқанда, яғни журналист болмасаңыз да редактор қызметін атқаруға болады, емес газет журналдарда сондай істеуге болады деген сияқты. Бізде кейде сондай түсінік бар. Мен мына мамандықты оқимын, осы мамандықты оқымасам болды, мен ондай маман болмаймын деген нәрсе бар мысалы. Әрине ұқсас мамандықтар тобы бар, егер де сіздің қабілетіңіз жетіп жатса, әрине ол салаға да бет бұруға болады мысалы. Енді бүгінгі таңда айтады ғой, не дейміз, білімнен дағды маңызды дейді. 21 ғасырда. Яғни білім маңызды әрине. Бірақ мен оқушыларға айтадым, сіз сияқты сол дипломды 10 мыңдаған студент алып шығады. Бірақ сіз не дейміз, адам мен адам теңестіретін білім болса, адам мен адамнан ерекшелейтін оның дағдысы. Яғни сіз неғұрлым көп скиллстарды меңгересіз, соғұрлым сұранысқа ие боласыз. Hard skills. Soft skills дейміз, hard skills соның дипломы, soft skills соның білімі деген сияқты. Мысалы, ата-аналар маған хабарласады, енді қазір мамандық таңдау болып жатыр. Бізге сұранысқа ие болады, енді жұмыс табылатын мамандық айтып. Ақшасы көп болатын. Ақшасы көп болатын әрине. Сосын мен айтамын, міне қараңыздаршы деймін да, мысалы, сіздер оқу бітіресіз, бірақ барлық оқушы барып бір жұмысқа тұрған кезде бәріне бірдей айлық төленбейді. Яғни мамандық сұранысқа ие болмайды, маман сұранысқа ие болады. Сол үшін де қазір түрлі тесттер бар. Қолыңызда диплом бар екен деп, бәрі сізге үлкен жалақы ұсынбайды. Сіз неғұрлым сұранысқа ие боласыз, соғұрлым сізге жұмыс табылады, соғұрлым көптеу жалақы төленеді деген нәрсені түсіндіргім келеді. Яғни жай ғана мен диплом алып шықтым болды емес, сіз сол 4 жылдың ішінде дипломмен қатар қосымша бағанағы софт скиллстарыңызды дамытып, неміз коммуникация, нетворкингіңізді құрып, өзіңізді жан-жақты дамытуыңыз керек. Сонда ғана сіз сұранысқа ие маман боласыз. Коммуникация деп жатыр ғой, қазір енді зумерлер деп бәріміз бөлеміз ғой. Қазіргі жастар көп ортамен араласқысы келмейді, өзімен өзі тұйық, шулы ортаны жақтырмайды, жеке дара қалғысы келеді. Бұл жасөспірімдік кезде болатын дүние ме жоқ, әлде бұл кейде көпшілік жағдайда мінез болып қалыптасып кететін дүниелер ме? Қазір мысалы басшылар, компания басшылары айтып жатады, жас мамандармен жұмыс істеу қиын, көп сөйлемейді, ішіндегісін біле алмайсың деген сияқты. Ештеңе жақпайды. Енді ол бұрынғы ғой, мысалы бұрынғы кезде көп жағдайда жұмыс жоғалтудан қорқатын еді мысалы. Көп біздің ата-анамыз деген сияқты. Бірақ қазіргі жастарға көп жағдайда мынау материалдық құндылықтан гөрі эмоционалдық құндылықтар маңызды. Оларға бір тұрақты жұмыстың болуы не емес, барынша өзін қанағаттандыратын, ұнамаса кетіп қалатын нәрсе қалыптасқан. Біз ол нәрсе үйренуіміз керек әрине мысалы. Яғни жұмыстың барығына кейде мынау әлем соларға да бет бұрып жатқан сияқты. Бүгінгі таңда не дейміз, мынау жұмыс графигінің өзгеруі мысалы, көп жақта фриланстың пайда болуы немесе онлайн жұмыстар деген соған ыңғайланып жатыр. Әрине барлық бала бірдей емес, бағана айтқандай, яғни оның ішінде жаңағы тұйықтауы да бар, бірақ ашықтары да. Енді қазір мысалы жұмыс істеп жатырмыз ғой, шынымен де өзіне не керек екенін білетін, жаңағы білетін нәрсесін суырып алуға дайын тұратын да балдар бар кәдімгідей, хабарласып, біліп, ал кейде балдар бар, өзі сөйлемейді, барлығын ата-анасы шешіп отыратындар да балдар бар мысалы. Бұл ата-ананың жауапкершілікті тым өзіне алуы ма, жоқ әлде баланың жаңағы тұйықтылығы ма, жоқ әлде өмірге басқаша қарауы ма, сіз қалай баға бересіз? Біздер кейде мысалы шын мәнінде көп жауапкершілікті алып алатын сияқтымыз. Сен осында оқисың, әке шешең дәрігер болды, сен де дәрігер болу керексің, династияны жалғастыру керексің. Ол нәрсе бар, ол нәрсе бар, себебі бізде әлі күнге дейін ата-ана өзінің арманын балаға жаңағы не дейміз, орындатуға тырысады. Яғни мен кезінде дәрігер болмай қалдым, сен бол деген сияқты. Ондай әлі күнге дейін кездеседі, ондай кейстер мысалы. Мысалы айтады, мынандай мамандыққа бара ма десе, жоқ, ол мамандықты мен қаламай отырмын деп ашығын айтатын ата-аналар бар мысалы. Яғни бізде бүгінгі таңға дейін көп не дейміз енді жаңағы тек қана 20% ғана бала өз еркімен таңдайтын болса мамандықты, 80%-ға дейін ата-ананың, ұстаздың, басқа да ықпалымен, түрлі фактор ықпалымен мамандық таңдап жатқандар бар мысалы.
Енді бұл енді білмеймін уақыт өте келе өзгеретін шығар, бірақ айтарымыз ата-ана балаға өз не дейміз таңдауына құқық беру керек. Енді қараңыз, не мысалы көп жағдайда ата-аналар үйде баласымен сөйлеспей жатады. Мысалы қазір енді әрине бәрі жұмыста, кешке келеді, бір шайын ішеді тағын болды, иә, мысалы. Телефонды қарап жатады, мысалы. Бала мен ата-ана арасында көп жағдайда не дейміз жаңағы әңгіме болмайды, мысалы. Мен сол кезде айтамын ата-анаға, балдарға жарты сағат ең болмағанда болашақ туралы ата-анамен сөйлесу керек. Не қалап жатырсың, мысалы, көп ата-ана баласымен сөйлеспейді, бұл ештеңе білмейді, өзім шеше саламын, бұл үшін өзім бәрін істей саламын. Мысалы, кейде менен консультация беріп жатыр, бүгін таңда звондаймын, көп жағдайда ата-ана өз алады. Балаңыз қайда? Балам жұмыста, балам сыртта. Оған ештеңе ұнамайды дейсің. Мен өзім шеше беремін дейді да, мысалы. Енді мен айтамын, жоқ, бізге бала керек, оқитын сол. Ертең бірдеңе болса, Құдай сақтасын, мысалы, ата-анасы айтсын, емес біз айтайық, сендер таңдап берген мамандық, сендер таңдап берген университет дейді, мысалы. Сондықтан біз кейде балаға жауапкершілік артуымыз керек. Ол шешім қабылдап үйрену керек. Сонда ғана адам жауапкершілікпен өседі дейді ғой, мысалы. Неғұрлым балаға өзіне еркіндік берген кезде ғана бала кішкене жауапкершілік алып өзі өсе бастайды. Егер де оған ата-ана неғұрлым көп қамқорлық таныта беретін болса, ол баладан ертең ешқандай мықты маман, мықты тұлға шықпайды, былай айтқан кезде. Көп әңгімелеспейміз деп қалдыңыз ғой, мысалы біздің заманымызда да біздің әке-шешелеріміз бізбен отырып көп әңгіме айтқан жоқ, иә. Ол кезде телефон жоқ еді. Телефон жоқ болса да, иә. Кім боласың, қандай мамандық иесі боласың. Мектептегі мұғалімдердің анау есінде альбомдар болатын, газеттен қиылған мамандық иелері, соған қарап кім қайда барғысы келеді, шамамен оқып жүретінбіз. Енді мен білмеймін да, мысалы, мен көп жерде оқушы өзімнің мысалымды келтіремін. Мысалы, мен өз мамандығым 5-ші сыныпта мен таңдадым. 5-ші сыныпта таңдап алдыңыз? Арманыңыз болды ма, әлде біреуге еліктедіңіз ба, не түрткі болды? Енді бұл түрлі факторлар болды. Мысалы, уже мен енді әрі ол жаңағы сұхбатқа, подкастқа айтып жүремін. Мысалы, мен бала кезінде әкім болуды армандадым. Мысалы, мейлі қызметкер болдым. Ол кезде әкім болу деген шынымен ол кезде ол үлкен не еді. Мысалы, енді әрине ол үйдегі біздің неміз ата-анамызда жаңағы нәрсесі ғой. Мен бұл балам бастық болады деп, әкім болар екенсің деген әнде шыққан. Сондайға мен мысалы 5-ші сыныпта жаңа айтып отырмын ғой, мамандандырған мектептерге бару деген дүние осыдан шығады. Сол кезде маған бір кісі айтты, егер де сен мықты ұбт-дан жоғары балл жинап, жаңағы мамандыққа күшті өзің қалаған мамандыққа түсу үшін сен мықты мектепте оқуың керек деп айтты. Мен сол үшін 5-6 сыныпта дайындалып, яғни мамандандырған мектепке оқуға түстім. Сол мақсатта жаңағыдай жарыстарға қатыстым, білімді шыңдадым, сөйтіп өзім қалаған мамандыққа, өзім қалаған университетке грантқа түстім, мысалы. Екі скиллсты да қатар алып жүрген болып тұрсыз ғой, иә, сіз? Өйткені жаңағы қоғаммен байланыс, мектепте, ортада өзін көрсету деген нәрселер барлық оқушыларға бірдей тән емес, иә. Қазір керісінше жаңа ешкіммен сөйлеспейтін, өзімен өзі тұйық балалар да бар. Оның да бір пайдасы бар екен. Мысалы, кейбір мамандықтарда жаңағы қоғаммен байланыспайтын, қағаз жұмысты адамдар, оған да сұраныс бар екен. Әр адамның өзінің типіне, темпераментіне сәйкес жұмыстар бар ғой, мамандықтар. Мен сосын есіме түсіп отыр, осы не дегеннен шығады. Оқушылармен сөйлесіп, енді қандай мамандыққа барғыңыз келеді деп сұраймыз, грантқа. Не деп айтады, көбісі қандай мамандық таңдасыз? Енді мамандықты енді әркім өзі таңдайды, мысалы, осындай, былай айтамын, не үшін, бітіргеннен кейін қай жерде жұмыс істегіңіз келсе, мен ол жағын әлі ойланбадым дейді. Мен мысалы, менде болды кейстер, магистратура бітіріп отыр, маған жазып, ағай менен қайда жұмыс істеймін деп сұрағандар болды, мысалы. Яғни біздегі не, біздің тек оқып алсам болды, бітіріп алсам болды дегенде қысқа мерзімді стратегиямен жүреді, тағын оқып алып, қолына диплом болды, далада қалды, қайда барарын білмейді. Яғни сіз оқуға түстіңіз ба, одан кейінгі 5 жылдан кейін қай жерде жұмыс істейтініңізді елестете алуыңыз керек. Сонда ғана адам өзін жоғалтпайды, былай айтқан кезде. Көп бала, енді айтамыз, мысалы, оқуға түсу қиын әрине, бірақ оқу бітіргеннен кейін одан да қиындық басталады, мысалы. Сен дайын диплом бар қолында, ол күшті мантия киіп диплом алу бір бөлек шығар. Вот сенде ол кезде жауапкершілік, жұмыс деген дүние екі есе қиындай бастайды, мысалы. Біз соған дайын болуымыз керек. Тек қана диплом алуға дейінгі уақыт емес, диплом алғаннан кейінгі уақытта адам ойланса, жаңа өзін жоғалтпайды, былай айтқан кезде. Қазір енді сізге мысалы кеңес сұрап келген ата-аналар мен балалардың арасында қай мамандық ең танымал, ата-аналар қайсысын таңдап тұр, түлектер қай бағытқа қызығушылық танытады? Енді салыстырып қарайтын шығарсыз, бәрі жаңағы IT деп жатады, программист бол деген дүниелер бар ғой.
Жоқ, әрине маған түрлі біз енді мынау таңдау дәрігер, стоматолог бол деген, иә? Медицинаға көп келеді, иә. Міне кішкене аз балл жинап алып, не үшін таңдадыңыз? Мен медик болғым келген дейді мысалы. И сол балымен де мысалы тек медицинаға барам деп отыратын балдар бар мысалы. Немесе бағанағы айтқан ата-анасының ықпалымен сол медицинаға барам деп отырғандар бар мысалы көп жағдайда. Бірақ медицина деген сұраныс көп бүгінгі таңда. Одан кейін енді өзіңіз айтқандай жаңа ақпарат технологиялар мамандығына сұраныс бар. Сонымен қатар мынау не дейміз, менеджмент және басқару сол салаға, яғни менеджмент, одан кейін аудит деген сияқты салаларға сұраныс көп. Маркетологтарды көп іздеп жатады, иә, қазір? Иә, маркетинг және жарнама дейтін бағыт бар. Көбісі негізінен, яғни мынау география, математика таңдаған бағыттар дәл осы менеджмент және басқаруға, аудитке барғысы келеді көп жағдайда мысалы. Яғни дәл сондай мамандық бітіріп, не дейміз, жарты 50% оқушы, маман жақсы жұмыс істеп жүр, 50% жұмыс таппай жүр деген сияқты нәрсе бар. Сондықтан енді бұл жерде мамандықтарды бөлу дұрыс емес. Енді мамандыққа байланысты бізде жыл сайын жасалатын жаңа мамандықтар атласы деген дүние бар. Яғни бүгінгі таңда алғашқы 10 жылда қандай мамандық сұранысқа ие болады, қандай мамандық пайда болады, қандай мамандық трансформацияға түседі, қандай мамандық жойылып кетуі мүмкін деген дүниені жасайды. Және де бүгінгі таңға дейін ол республикалық деңгейде жасалды, яғни сала бойынша, әр салалар бойынша, одан бөлек бүгінгі таңда әр өңірлік деңгейде жасалды. Яғни 9 облыста бүгінгі таңда жаңа мамандар атласы қалыптасты. Яғни танысып, болашақта сұранысқа ие болатын, жойылып кететін мамандықтарды сол жаңа мамандар атласы арқылы танысуға болады. Оны қайдан оқыса көрсе болады ата-аналар? Еңбек сайтында, соның ішінде барлық жаңағы кітаптың PDF нұсқасы тұр негізі. Біздің Қазақстанда жаңа гранттарды айттық қой. Енді шетелде оқу тенденциясы, мысалы, жақсы IELTS-пен немесе жаңа университеттің шақыртуымен балалар шетелге кетіп жатады, бірақ бірінші, екінші курстан кейін оқу қиын болып қайтып келіп жататындар да бар. Иә. Бұл шетелде оқу сән бе, жоқ әлде өзіңнің біліміңе кішкене сеніп бару керек па? Мысалы, кейбір таныстар, кейбір естіп жүрген дүниелер бар, ақылы түрде оқытады, бірақ әлі де дұрыс ағылшыны жоқ, әлі де әйтеуір тапсырып тіпті кейбіреулер оқудан шығып кетіп жатады, өзінің тапсыра алмаған экзамендері көп болып кеткеннен кейін. Иә, ондайлар бар. Кеше ғана жаңа хабарласып бір кісі басқа мемлекетте курсының бірінші жаңа курсын аяқтаған, Қазақстанға ауысқысы келеді деген сияқты дүниелерді айтты мысалы. Енді мынандай нәрсе, бізде андай түсінік қалыптасқан, шетелде білім жақсы береді деген дүние мысалы. Бізбен салыстырғанда деп көбісі бір не қылады, біздің Қазақстанда ондай білім жоқ деген сияқты. Бізде қазір жаңа айтып 40-қа жуық университет филиалы ашылды дедік. Яғни жай ғана мысалы сіз шетелге бармай, Қазақстанда дәл сол дипломды алуға мүмкіндік аласыз. Оның мысалы Астана қаласында ашылған университеттің бір ерекшелігі, жай ғана сіз -30 градус аязда оқитын шығарсыз болды. Басқа дәл сол шетелде берген білімді, дәл сол білімді сіз Астанада да ала аласыз, былай айтқан кезде мысалы. Мұғалімдердің жаңағы о жақтағы мұғалімдермен сабақ беретін біздің филиалдағылар айырмашылығы жер мен көктей деп ойлайтын ата-аналар болуы мүмкін. Жоқ, мысалы енді университеттерге байланысты университеттердің барлық не дейміз жаңағы оқу кітаптарына, құралдарына бағдарламасы 100% бірдей не береді, қолжетімділік береді былай айтқан кезде. Мысалы сіз шетелде алатын сол кітапханадағы не дейміз жаңағы ресурстардың барлығы сіздің қолыңызда да болады деген сияқты. Ешқандай жерде университетте әрине лектор болсын, бұл жаңағы мұғалім болсын, тек қана 10% ғана бағыт бағдар ақпаратын береді. Қалған 90% ол әрине оқушының өзіне байланысты. Бізде мынандай нәрсе, шетелде білім алу модаға, сәнге айналған шығар, енді трендте болған шығар, шетелде оқып жатыр деген дүние. Бірақ оның артында шынымен де кейде деңгейі жоқ университеттер тұрады мысалы. Кейде мойындалмаған университеттер тұруы мүмкін. Дипломы жарамайды. Мысалы, мойындалмаған университет. Сіз шетелге оқыңыз, бірақ мемлекеттік статусы бар кейбір университет, немесе мойындалған бүгінгі түрі рейтингтерде мойындалған университет оқыңыз мінекей. Ал енді жай ғана шетелде оқып жатыр деген аты үшін не аты жоқ, не заты жоқ университетке барып, олай опық жеп қалғанша Қазақстандағы жасалу мүмкіндіктерді пайдалану. Біздің кезде ондай университеттер болмады мысалы. Шетелдің университеті біздің Қазақстанда болмады. Ал қазір қолжетімді тұр, яғни сол жерде оқу керек енді. Тренд қумай, сән қумай, жай ғана шетелде оқып деген атақты алу үшін емес, нағыз білім іздейтін жастар енді Қазақстаннан да сол білім таба алады. Қазір енді ата-аналар мен балалар университетке барып, құжаттарын
көзбе көз қолмен тапсырып гранттың иесін жаңа мен осы грантқа ие болдым деген документті қолына алғанша біз байыз таппаймыз, иә. Бірақ онлайн түрде бар. Қайсысы тиімді, қай жерде қате жіберуіміз мүмкін, онлайн грантқа тапсыру оңай ма? Жақсы. Бүгін жаңа TikTok'та да жүр ғой, мысалы, таңғы 6-дан 7-тен барып, кезекке тұрып, құжат тапсырып жатқандар бар. Өзіңіз айтқандай, бүгінгі таңда құжат тапсырудың екі жолы. Біреуі офлайн форматта барып тапсыру, немесе екінші онлайн форматта үйден отырып шықпай-ақ e-gov арқылы тапсыру. Барлығы жеңілдетілген. Әрине, үйіңізде интернетіңіз болса, қолжетімді компьютеріңіз болса, e-gov арқылы тапсырып, уақыт жоғалтпай тапсыруға болады. Негізі. Егер де жоқ, интернет жоқ, компьютерім жоқ дейтін болса ғана, мысалы, университетке баруға. Одан қала берді, мынандай түсінік бар бізде. Мен мықты университетке барып жазсам, грантқа түсу шансым көп болады дейді, мысалы. Қазақстандағы барлық жоғары оқу орындары құжат қабылдап жатыр. Сіз аты шыққан атақты университетке барып, таңнан кешке дейін тұрмай, бірінші өтсеңіз кішігірім ғана университетке барыңыз, құжатын тапсырыңыз. Сізден не үшін құжатыңыз тартып басқа нәрсе жазып жүрмейді? Оның барлығы сіздің келісімді түрде болады, мысалы. Сондықтан да бір қаладағы бір университетке бара бермей, басқа да университетке барсаңыздар, дәл сол қызметті сізге көрсетіп береді деген дүние, мысалы. Жаңа енді 20-сына дейін біз енді соңғы осы 3 күнде ғой көп өтінімдер берілетін, сондықтан да қай жерде университет бар, барлық университетке барып құжат тапсырсаңыздар болады, немесе үйде отырып e-gov арқылы тапсырсаңыздар да барлығы түсінікті. Жауап бірден келеді ме e-govтан? Қайсы e-govтан барлығы неге жаңағы қызметтер тарихы деген жерге кіріп қарайтын болса, ол жерден шығады, мысалы. Осы 3 күнде, мысалы, 20-сына дейін университетке бара алмады, онлайн тапсыра алмады, кешігіп қалды бір күн, бітті, оқи алмайды. Бізде 20 шілде күні кеш сағат 6-ға дейін ғана құжаттар қабылданады, соға дейін үлгеріп қалу керек. Одан қалдыңыз ба, сізге мемлекеттік грант жоқ. Бізде андай нәрсе ғой, мысалы, көп ата-аналармен консультация беріп отырғанда сұраймыз ғой, мысалы, мына осы университеттер бар, осы университет балыңыз жетіп, осы университет жаза аласыз десе, сонда ана университет вообще болмай ма дейді. Жоқ, мен тығып отырмын грантты деймін, мысалы, 3 рет сұрайды, вообще сонда болмай ма жазуға бүйтіп. Немесе мынандай нәрсе бар, сіздің ұбт-ыңыздың балы 50 балдан аспайтын болса, яғни сіздер шекті бал жинай алмасаңыз, сіздің сертификатыңыз еш жерге жарамсыз. Сізді 49-48 балмен еш жер қабылдамайды. Колледжерге бару керек, әрине жоғары оқу орнына. Егер де сіздің балыңыз 120-110-нан асып тұрса да, бірақ бір пәніңізден 2 алып қалсаңыз да, ол сертификатыңыз жарамсыз. Вообще ол жарамайды, бұл айтқан кезде, мысалы. Жаңа көп ата-ана сөйтіп сұрайды, мысалы, сонда вообще еш жаққа бармаймыз да, вообще тапсырамаймыз да, 1 бал қой, сонда ақысы тапсырып көрейік та деген сияқты. Оны база сізді жібермейді, былай айтқан кезде, мысалы. Компьютерленген дейсіз ғой, иә? Қазіргі енді 20-сына дейін уақыт бар ғой, абитуриенттерге 3 кеңес. 3 кеңес? Ең бірінші, қазіргі таңда бізде барлық ашықтық жүйесі ғой. Қандай мамандыққа қанша бала тапсырғандығын тест-центрдің телеграм каналына салынып отыр. Мына мамандыққа осынша заявка түсті деп. Санымен көрсетілген, яғни сіз соны анализ жасау арқылы өзіңіздің грантқа түсу мүмкіндігіңізді арттыра аласыз. Демек, соңғы күндері өте сәтті күн дейсіз. Өте сәтті күн, ол бір. Екінші, бағана айтқанымдай, шетелдік университеттермен бірге қос дипломды бағдарламаларға бөлінген гранттар, яғни сіз оның IELTS-іңіз болмаса да, өзінің ішкі ағылшын тілі емтихан тапсыру арқылы, сіз оның ағылшына өтсеңіз болды, сіз ол жаңағы университет таңдай аласыз, және де мүмкіндігіңіз жоғары. Көбісі ойлайды, оның ағылшын тілі емтиханы қиын, мен өте алмаймын деген сияқты дүниелер бар. Сондықтан да ешқандай қиын дүние жоқ, бағыңыз сынап көріңіз, және сол арқылы да сіз грантқа түсу шансыңызды арттыра аласыз, айтқан кезде. Үшінші, міндетті түрде бірінші таңдауға өзіңіздің армандаған қалаған мамандығын жазыңыз. Грант маңызды емес. Жоқ, именно өзің қалаған. Көп бөлінгеннен деймін ғой. Енді бірінші өзіңіз қалаған мамандық жазың, себебі не дейміз жаңа, ықтималдық бәлкім бәсекелес төмен болып сіз түсіп қалуыңыз мүмкін. Ал қалған мамандықтарға әрине ол жаңағы мен міндетті түсем ау деген мамандықтар таңдауымыз қажет. Міндетті бірге, бірақ өзіңіз армандаған мамандық жазуыңыз керек. Енді соңына не дейміз, өз арманыңыздан бас тартпаңыз, арманға жетуде тек грант емес, басқа да түрлі жолдар бар. Сол нәрсені пайдалануға тырысыңыз дейміз. Арман демекші, мысалы, кейбіреулер біреудің өміріне, танымалдылығына,
жаңа дәулетті ақшасына қызығу мүмкін, иә. Менің арманым сол деу мүмкін. Белгілі бір тұлғаның немесе танымал адамның өзінің өмір жолына, соның өмір сүру стиліне қызығу мүмкін де, бірақ ол оның арманы болмауы мүмкін, иә. Өзінің қабілеті, таланты мүмкін басқа салада, басқа бағытта болуы мүмкін. Осы екеуін ажырату үшін балада, ата-анада не істеу керек? Оңай бір тест жолдары бар ма? Мысалы, өткенде біз Галлап тест туралы маманмен сұхбаттасқан едік. Ол тест әрине ақылы, тегін тесттер бар ма? Қалай анықтасақ болады? Енді тегін тесттер бар. Тесттің түрлері көп. Бүгінгі таңда енді жаңа айтып отыр, интернет ашып қалсаңыз түрлі тесттер шығады, иә. Бағытын таңдап беремін, мамандығын таңдап беремін. Бірақ мен бір нәрсе айтқым келеді. Жалпы ғалымдардың зерттеуіне сүйенетін болсақ, ондай тесттің барлығы адамды тек 80%-ке дейін ғана ашып көрсете алады. Екінші айтатыным, мен сіз тест тапсырған кезде, сіз өзіңізді әрқашан жақсы жағынан көрсетуге тырысып отырасыз. Мысалы, яғни ол тест сізге толыққанды нәтиже бере алмайды, былай айтқан кезде. Біз өзіміз жамандық қимаймыз ғой шынымен де. Мынандайсың ба десе, жоқ, мен ондай емессің ғой деген. Адаммен сөйлесу ұнай ма десе, ұнамаса да иә деп жауап бере саламыз. Сондай ғой, сондай. Сондықтан да ол тест көп нені бермеуі мүмкін деген сияқты. Сондықтан да көп жыл айтамын, мен оқушылар тест тапсырып келсе де, сөйлессек те, бағытын анықтап, мен оған айтамын, әрине соған сәйкес кітап оқы, кино көр. Мүмкіндік болса, қазір біз жаңа айтып отырмыз ғой, әлемдік тәжірибеде профориентациялық жұмыстың 11-ге жуық, яғни шаралар жасау керек. Оның ішіне біреуі не волонтерлықпен айналысу сол бағытта, немесе сол жерге барып, жаңағыдай жұмыс істеп көру керек, ішінен көру керек. Біздегі мынандай нәрсе, бана дәрігер болғысы келіп жатыр, балық бала дейміз. Біздегі түсінік, сен ақ халат киіп жүресің, жұмысың әдемі деген түсінік бар да, мысалы. Ақшасы айлығы жақсы. Ақшасы, иә. Бізде көбісі ожидание реальность болып жатады. Яғни сен жұмысты универ бітіріп жұмысқа барған кезде, сен күткен жұмыс шын мәнінде басқаша болуы мүмкін, мысалы. Ол қиын болуы мүмкін. Ол қиын болуы мүмкін, оның жалақысы аз болуы мүмкін деген, сол нәрсеге дайын болу керек көп жағдайда. Сосын мынандай нәрсе бар. Енді бұл әлі күнге дейін не дейміз жаңағы спорный сұрақ болып келіп жатыр. Енді 1965 жылы шыққан бір кітап бар, мен көп айтамын, «Какова цвета ваш парашют» деген кітап. Сол кітаптың ішінде адам өз армандағы жұмысты табу керек деген тұжырымдаманы береді. Яғни содан бастап Google-ға терілген жыл сайын менің армандағы жұмыс қандай, яғни ағылшынша follow a passion деп аталады, яғни соны іздейтіндер саны артып келеді жыл сайын. Яғни адам өзін тапқысы келеді, менің армандағы жұмыс қандай деп іздеп жатыр. Яғни ол кісі айтады, адамның армандағы жұмыс бар, сен арманда және соған қарай әрекет жаса, сен ол жұмыс табасың дейді. Бірақ бертін келе шыққан бір кітап бар, «Хватит мечтать, займись делом» дейді. Атайып тұрғандай, армандамай жұмыс істе дейді. Яғни ол кітапта айтады, адамның армандағы жұмыс жоқ дейді. Мысалы, мен кейде келісемін, шынымен де бағанағыдай біз армандаған жұмыс барған кезде ол басқа болып шығуы мүмкін ғой, мысалы. Біз сырттан ғана бағалаймыз. Немесе 10 жылдан кейін арманың ауысып кетуі мүмкін. Екінші, канадалық студенттерге жүргізген сауалнама, яғни сол кезде көп, енді біздегі сүйген ісің, сенің сүйген жұмысың деген түсінік қой, мысалы. Сол кезде жаңағы сауалнама нәтижесінде анықтайды, 94% студент, қателессем, арман не, жаңағы хоббиң не деген сұраққа жай ғана хоккей ойнау, кітап оқу, футбол ойнау деген сияқты қарапайым дүниелерді жауап берген. Яғни сенің хоббиің мен жұмысың екі түрлі нәрсе болуы мүмкін. Себебі әрбір адам футбол ойнағысы келеді, мысалы, яғни шығармашылықпен айналысқысы келеді, яғни сен жұмысыңнан ол бөлек болуы мүмкін деген түсінікті айтады, мысалы. Сондықтан да мынандай нәрсе айтады, адам өзінің сүйген жұмысына айналады, егер де ол сол жұмыс ұзақ уақыт істесе, сол жұмысы профессионал болса. Мысалы, сіз журналистсіз, журналистке барған кезде сізге қиын болды, мысалы. Әрине, жұмысқа тұрған кезде қиын болды. Ол камерада сөйлеу болсын, жайған текст жаттау болсын, бірақ сіз кемі 5 жыл істегеннен кейін барып, сіз суда жүзген балықтай болдыңыз, мысалы. Сөйттіңіз де сіз жұмысыңыз сізге ұнап кетті деген сияқты, мысалы. Кез келген жұмыс ұзақ уақыт арқылы істеу арқылы және соның профессионал деңгейіне жеткен кезде ғана ол сенің сүйген жұмысыңа айналады деген нәрсе бар. Демек, диплом алып шыққан, жұмысқа тұрған жас мамандардың көбісі 1 жылға шыдамай, 2 жылға шыдамай, бұл менікі емес деген нәрселерді айтады. Демек, сәл сабыр мен шыдамдылық тәжірибе керек. Яғни сіз неғұрлым көп уақыт жұмыс істеген екен, оны көзді жұмып тұрып жасай алатын жұмыс болған кезде, сіз таңертең спокойно тұрып жұмысыңызға риза болып келесіз, былай. Стресс болмайды дейсіз. Стресс болмайды. Неге сондай болса, ал енді әр дегеннің басын шала беретін болса адам, одан не шығады, мысалы, көп жағдайда деген сондай теория бар енді, мысалы. Енді ол әлі күнге дейін адам армандағы жұмыс бар, не жоқ деген түсінік. Енді оны таңдау өздеріңізде дейміз.
Мысалы, қазіргі таңда әлем чемпионаты болып жатыр футболдан. Вазине қақпашы 40 жасында қақпада тұрып, әлемге танып, мемлекетін танытып, туристік бағытты танытып жатыр да, ол 40 жасында ғана өзінің мықты маман екенін бүкіл әлемге танытты. Сондықтан ешнәрсе кешемесе. Ол енді анау біреуге ерте, біреуге кеш келеді. Біреуге қарап өзіңді салыстыруға болмайды. Яғни көп нәрсе өзіңді кешегі күнмен салыстыр дейді ғой. Сен кешегі күнмен мықты болсаң сол. Себебі әркімнің тағдыр жолы, әркімнің еңбек жолы әртүрлі мысалы. Енді ондайда мысалдар көп қой, жаңағы біздегі неміз KFC-дің мысалы, 80 жасында келді деген сияқты. Сондықтан да әркімнің өз, әр нәрсенің, әркімнің өз уақыты бар. Ештеңеге асықпау керек. Тағы да бір жұбататын нәрсе айтайықшы. Менің өмірге келген миссиям не, менің өмірімнің мәні не деген сұрақтарды қазір әлеуметтік желі болсын, жаңағы психологтар болсын, біздің миымызға, санамызға көп құйып тастады да, адасып, істеп жүрген нәрсеңді дұрыс емес дейтін ойға келіп қалатын жағдайлар да болады. Сіз не айтасыз? Енді миссия мәселесі келген кезде бүкіл адамның барлығында миссия болу мүмкін емес шығар, или мүмкін? Жоқ, әрине жоқ. Адам әркімнің өзіне артылған жаңа жауапкершілігі бар. Мысалы, сенің миссияң жаңағыдай бір әлемге бір өзгеріс әкелу, немесе бүкіл елді жаңағыдай не дейміз, сауаттандыру деген сияқты дүние болмауы мүмкін. Мысалы, сенікі жай ғана қарапайым нәрсе болуы мүмкін. Мынау неде бар, осы мамандықтың мәні деген кітапта бар. Жай ғана не дейміз, газ баллонын толтыратын маманның, мысалы, соның историясы айтады да, мысалы, ол кісі жай ғана күнделікті газ толтырып береді, бірақ әр газ толтырған кезде келген адамдарға газдың қауіпсіздік ережесін түсіндіріп отырады, мысалы. Яғни ол түсінді, яғни мамандығымен сол арқылы адамдардың қаншамасын қауіптен сақтап қалды, мысалы. Яғни біз мамандықтан қашан мән табамыз, сол кезде біздің миссиямыз орындалған деп ойлаймын. Тағы бір мысал айтайыншы. Совет үкіметі кезінде кішкентай қалашықта әуежай болған ғой, сосын барлығы жұмыс тарап кеткен, жалғыз бір кісі қалған сол жерде, күзетші болған, бәрі бытырап кеткен, бірақ күн сайын ол жаңағы самолет отыратын полоса дейміз ғой, жолды қардан тазартады, шөп шығып кетсе жұлады, әйтеуір бір күні қажет болып қалар деп. Бірақ ол жаңағы радарда жоқ, аэропорттардың несінде, жоспарында жоқ. Бір күні бір самолет қауіпті жағдайда қараса, жаңағы орманның ішінде, тайгада болған. Сол жерде ұшақ қонатын жол тұрған. Сол жерге қонып 81 жолаушы аман есен қалғанда, ол кісінің миссиясы адамдарды құтқару болды. 25 жыл бойы сол жолды тазалаған. Сондықтан да барлық мамандық қажет, бір-бірімізге қажетпіз ғой біз енді, дәрігер, мұғалім болсын, тіпті жай қызмет көрсететін адам болса да. Бұл айтады ғой, болсаң да кең даланың кермиығы, кішілік кісіліктің өр биігі, сан түрлі мамандық бар жер бетінде, адам болып қалу ең қиыны. Жасұлан мырза, сұхбаттың соңында, енді 20-сында барлық түлектер грант ие болу үшін құжаттарын тапсырып бітеді. Биыл аз балл жинаған, шектеулі балл жинай алмағандар, колледжге барғысы келмейтін, мамандығына, арманына сәйкес келмейтін мамандық болмаған дүниелерде кездесуі мүмкін. Қазір көңіл күйі жоқ, ата-анасынан ұрыс естіп жатқан, достарының көзінше жаңағы ортаға шығуға өз-өзін ұялып, өз-өзін не дейміз, кінәлап жүрген түлектерде, жас қыз жігіттерде бар. Не айтамыз? Бұл бір нәрсе айту керек, ұбт өмірдің соңы емес. Бұл әлі басы. Кейде бір қадым артқа шегініп, екі қадым артқа аттауға болады. Алға қадым басуға болады, мысалы. Кейде сіздің бір қадам артқа шегінуіңіз өміріңізде үлкен өзгерістердің бастамасы болуы мүмкін, мысалы. Яғни енді сіз шекті балл ала алмай қалдыңыз, жинай алмай қалдыңыз, әрине бізде ешкім далада қалмайды, барып колледж оқуға да болады. Колледж оқу, бұл былай айтқан кезде мен қатарымнан қалып кеттім деген дүние жоқ. Әр нәрсенің өзінің орны бар. Сіз колледж бітірсеңіз де, колледж арқылы жұмысқа тұруға да болады, мысалы. Ары қарай университетті жалғастыруға да болады. Яғни сіз колледж бітіргеннен кейін әрмен қарай кетеді. Немесе бір жыл демалыңыз. Gap year деп атаймыз, бір жыл демалыңыз, ешқандай оның, енді бұл әлемдік, не дейміз, жаңағы әлем деңгейінде мойындалған дүние. Яғни сіз бір жыл бойы ойланып, демалып, қайттан тағы да бір рет мүмкіндігіңізді байқап көруге болады. Кейде шынымен де ойланасыз, мысалы, бала, біздің де өзімізде де бар ғой, мысалы, енді мен көп жағдайда қараймын,
біз бакалавр, магистр, докторантура мен арада орын қалдырмай оқыған адаммын мысалы. Иә? Ал кейде қазір мысалы өзімнің зерттеу салама, жұмыстарыма қараған кезде қап мынандай бағытымды осы бағытта жасасам болады екен ғой деген сияқты дүние болды. Яғни сіз бірдеңені жасап көріп, ұнатып, сонымен қарай таңдасаңыз да болады. Яғни бір жылдың ішінде сіз жұмыстар жасап көріңіз, ұнайтын саланы көріңіз, басқа нәрсемен айналысып көріңіз. Сол кезде сіздің жаңағы мамандық таңдауға деген немесе өзіңіздің сүйген ісіңізге деген көзқарасыңыз басқаша болады. Және бір жыл ішінде біраз нәрсе өзгертуге болады. Сіз ағылшын тіліңіз деңгейіңізді көтеруіңізге болады, ұбт қайта дайындалуыңызға болады деген сияқты, сөйтіп келесі жылы қайтадан тапсырсаңыз да болады. Бәлкім биыл грантқа түсіп, бәлкім сіз өзіңіз ұнамаған мамандыққа, өзіңіз ұнатпаған университет грантқа түсуіңіз мүмкін. Бірақ бір жылдан кейін ең топ дейтін университетке, ең мықты дейтін мамандыққа грантқа түсуіңізге ол әрине жаңағы өзіңіздің қолыңызда тұрған дүние. Сондықтан да өкінбеңіздер ештеңеге, әрмен қарай алға қадам басыңыздар. Шегіну бұл жеңіліс емес. Құрметті көрермендер, оқырмандар, осымен бүгінгі сұхбатымызды аяқтаймыз. Иә, дәл қазір науқан, барлық түлектерге сәттілік тілейміз. Ең бастысы өзіңіздің жасаған таңдауыңызға ертең немесе бір жылдан кейін өкінбейтіндей жағдай болсын. Келесі кездескенше сізге келгеніңізге көп рахмет. Келесі жылы бәлкім осы кезде мүмкін жылдың ортасында тағы бір сұхбат құрармыз деген ойдамыз. Рахмет, аман болыңыз.